Мен жасымнан жалғыз өстім. Әкем соғыстан оралмады. Өзін көз алдыма еміс-еміс елестетемін. Шал кемпірлер жасында сен секілді ерке, шолжаң еді дейді. Білмеймін, мүмкін раста шығар. Ол да мен сияқты жалғыз өсіпті. Біздің тұқымымыздан әйтеуір жалғыздық арылмаған. Жора жолдастарым ауылдағы 7 жылдық мектепті бітірісімен жан-жаққа оқуға іздеп шаршып кетті. Мен шешем ауырып үйде қалдым. Көктемгі қара суық өтіп кетсе керек. Ол тура бір ай бойы төсек тартып жатты. Бір ай бойы 4 ешкі мен 2 қойдың қозы-лағын бағып қағу менің мойнымда. Жаңа біз аулаған сиырымызды көрші үйдегі келіншек сауып беріп тұратын. Оның да өз шаруасы бар. Күнде сауып беруге мұршасы келе бермейді. Кей күні сиыр иістеніп кететін болғандықтан бұзауын ағытып жіберемін. Ондайда апамның шайға қатар сүтін көрші үйдегілерден сұрап алып келемін. Шай демекші, қазан ошаққа араласу да оңай емес екен. Отын тұтата алмай, самаурынның оттығын үстінен үрлеймін деп, түтінге шаш алып, әбден әуреге түстім. Жер майдың да аз кезі. Үйдегі барды отқа тамыза тауызып біттім. Кей күні шамға құятын жер майымыз болмай, қараңғы үйде қамалып отырамыз. Төсекке жүзі домбығып апам жатады. Шашына да ақ жүгіріп қалыпты. Көңілімді жастықсы келе ме, білмеймін. Менің көзімше бір қыңқ демейді. Апам сау кезінде өте қайратты. Қора тазалағанда дәу қап шымтезекті қиналмай көтере беретін. Жұмысына ширақ, азулы болғанмен үй ішінде ол кісіден жұмсақ адам жоқ. Маған мейірімі түскені сонша, жарығым, жаншылмай еркінішші деп ауыр жұмысқа араластырмайды. Бойың өспей қалады деп суда тасытпай қалады. Апамның арманы осы жарығым оқымысты, я өнерлі болса екен дейді. Сондықтан қанша кітап сатып алсам да қолымнан қақпайды. Бір ешкісін қолқаға салып, біреудің домбырасын алып берді. Бір ай өткен соң апам аурудан айықты. Әйткенмен бұрынғы халінің жоғын көріп жүрмін. Бір жағынан колхоз жұмысы, бір жағынан үйдің қат-қабат тіршілігі қабырғасын қайыстыратын сияқты. Онысын сездіргісі келмейді, бірақ мен біліп жүрмін. Аяймын өзін. Апа, бір жылша жұмыс істемей-ақ қойыңызшы, табысты мен тауып береймін, дедім. Қой жарығым, әлден ауыртпалықты саған салсам не болғаным деп бой бермейді. Сөйтіп жүргенде ауру тағы қайталанды. Енді үзілді кесілді айттым. Апа дедім, мен енді қара жұмыс істесем де сізді асыраймын. Апам әуелгіде ұрысты, айналайын күнім деп үгіт айтып көрді. Бірақ мен қасарысып алған бетімнен қайтпадым. Өз бетіңше жұмыс істеп, бір үйдің асырайтын адамы атанғанда жақсы екен. Әкем құралпы адамдармен бірге Балқаш көлінен балық аулаймын. Теңіздің үсті аунаған ақ толқындар, балықшы өмірінің әрі қауіпті күндері мен түндері мені қайта туғызғандай етті. Үнемі үлкен адамдардың ортасында жүрген соң, өзің де тіршілікке байыппен қарай бастайды екенсің. Әкелген алғашқы табыстарым апамды қуантушы еді. Бірақ айықпайтын бір мұңды байқаймын. Қатарымнан қалып, қара жұмыс істеп жүргенімді сірә намыс көреді-ау деймін. Қанша дегенмен ауыл іші ғой. Пәленшенің баласы пәлен жақта оқып, кісі болған көрінеді. Әй әлгі Жәміштің жалғызын қойшы деген қаңқу сөзден өзін әбден ығыр еткен бе деймін. Бүйтіп жалғыз шешемнің көңіліне қаяу салғанша, тырбаны оқып көрейін, тым құрыса техникум бітірейін-ау деген тоқтамға келдім. Осыны айтып едім, апам қуанғаннан көзіне жас алып, күнім жарығым деп бетімнен көп сүйді. Бар қызығым, сен оқы, деді. Былтыр аудан орталығынан ауыл шаруашылығының мамандарын даярлайтын техникум ашылған болатын. Тәуекел деп соған барғым келді. Өзінің жатақханасы, аздаған стипендиясы бар екен. Бірақ апам мені жатақханаға жібергісі келмеді. Кім біледі, бұзық балаларға кездесіп, оқуыңа кесірін тигізе ме деп таныс біреудің үйіне орналастырмақ болды. Әрі ойлап, бері ойлап тоқтағаны Кәдірбай дегендікі. Апамның айтуынша өзінің үйі де оңаша, шуылдайтын балалары жоқ. Әрі апама алыстан қосылатын ағайын адам екен. Апам мені жолға ұзақ әзірледі. Киім кешегімді жамап жасқап, бәрін ине жіппен өткізіп шықты. Құнажынын сатып, жаныма ақша салып берді. Қолында сиырдың биылғы бұзауы 3-4 уақ малы қалды. Осымен ақ өлмес күнімді көремін деп қояды.
жататын үйіңе деп бір қап құрт майын және берді. Колхоз басқармасынан рұқсат сұрап, аудан орталығына мені өз алып бармақ болды. Несіне әуреленесіз, өзім де жол таппаймын ба дегенімде. Өзім жайғастырып қайтпасам, сен не білесің, әлі басың шикі деп көнбеді. Біздің колхоз аудан орталығынан алыс болғандықтан самолет қатынайтын. Әнем не дегенше жетіп қалдық. Апам самолет ішінде құсқан жоқ. Жел қанша шайқаса да тырп етпей отыра берді. Жүрегі мықты екен. Әуелі мен жататын үйге келдік. Сосын балаша қолымнан жетелеп техникумға ертіп барды. Директорға өзі жолығып, мені қатты тапсап кетті. Ұялып теріс қарап тұра бердім. Апам жүрерінде оңаша алып шығып, ал енді құлыным, адам бол, оқы. 17 жігіт жасы, өзіңе өзің мығым бол деп ақылын айтты. Апамды самолетке мінгізіп жібердім де, көп уақытқа дейін қарап тұрдым. Самолет бұлдырап көк аспанға сіңіп барады. Бір сәт анасынан бөлініп қалған балапан сияқтымын. Бірақ апамның 17 жігіт жасы дегені ойыма түсіп, бойымды тез жидым. Біраз уақыт өзіммен өзім оңаша жүргім келді. Селоны қиғаштай кесіп өтіп, өзен жағасына келдім. Көк шалғында аунап біраз жаттым. Күн батар мезгілде биіктеу бір дөңнің басына шығып, өзіме бейтаныс селоға сыртынан қарап тұрмын. Біздің колхозда емес, көшелері жағалай, тал терек, үйлері де еңселі. Осы мезгілде біздің ауыл азан-қазан болып жатушы еді. Мұнда оның бірі де жоқ. Шаң-шаң етіп үрген иттерден басқа ушу болып жатқан малды көре алмадым. Көшелер мен жолдың шаңын шұбартып машиналар өтеді. Ал бізде мал тұяғы көтерген сар топырақ шаңнан күннің көзі көрінбейтін. Күн батып, қас қарайғанда көңілім бір түрлі елегізіп жабырқау тарта бастады. Тағы да жалғыз шешем, ауылдағы құрбыр құрдастарым, үсті басым алмандай, су балшықты ағалар есіме түсіп, қобалжып кеттім. Бәрі де мені су ортасындағы аралға тастап кеткен сияқтанды. Ел орынға отырған шақта жататын үйіме келдім. Бағана күндіз келгенімде үйден ақсары келіншек шығып қарсы алған. Өз сондай ақ жарқын, жылы жүзді екен. Апамның жиен інісі үйінде жоқ екен. Келіншегінің айтуынша кеңседегі қызметінен түскі тамаққа келуге тиіс. Біз үй иесін тостық. Жол жөнекей бұл үйдің жай жапсарын апам түсіндіріп келген. Алыстан қосылған Кәдірбай деген бұл інісі аудандық мал дайындайтын мекеменің бастығы көрінеді. Өзі соғысқа барған, шамасы шаруашылық жағында жүріп, нағыз қан майданды көрмесе керек. Қол аяғы бүп-бүтін, жарақаты жоқ дейді. Апамның айтуына қарағанда, бұл өз өлмейтін жерінде, өлейтін жерінде білетін еті тірі пысық адам. Шешесі марқұм сондай еді, деп қояды апам. Кәдірбай майданнан қайтып келген соң 5-6 жыл сал жүріпті де, осы Балжанға үйленіпті. 17-ге жаңа толып, бой жетіп отырған қыз, жасы өзінен бір мүшел үлкен кексе кісіге тигісі келмеген. Бірақ ауданда белді қызмет істеп, төңірегін түгендеген Кәдірбай ұзын құрығын салып жүріп, асау қызды бастықтыртып алған сияқты. Апамның айтуынша Кәдірбай үйінің көк дария тұрмысына Балжанның көзі қызыққан. Түс әлетінде үйге Кәдірбай келді. Ұзын бойлы, арық, тарамыс денелі, қара кісі, бет бітімі сопақша, сығырайған кішкене көзі үнемі жасаурап тұрады. Еріндері боп-боз, сөйлегенде зорға ашылады. Сөйлегенде деймін-ау, ол тіпті келгелі жарытып дәнең айтқан жоқ. Апаммен амандасқанда ғана езу тартқан болды. Бұдан өзге бетінен жылылық бір белгі байқамадым. Шешемнің айтқандарын я қоштағаны, я қоштамағаны белгісіз, көзін бір ноқаттан алмай, үн-түнсіз тыңдап отырды. Шыны керек, бұл тұрпатын әдегенін ақ жақтырғам жоқ. Сұр тұман сияқтанған көңілсіздікті ақ жарқын мінезімен серпіп тастап жүретін Балжан ғана. Ол көбінесе күйеу үшін жауап беріп, апамның сөздерін қоштап отыр. Соған қарағанда менің келгенімді жек көрмейтін тәрізді. Апам Балжан Кәдірбайға жасы егделеу болған соң тигісі келмеді деп еді. Онысы әшейін жиен інісі болған соң үш бұралғаны екен. Шындығында Кәдірбай Балжан сүйіп тиетін жігіт емес. Әуелгіде менсінбей жүрген болуы керек, келе-келе бой үйреніп кетсе керек.
Бұл үйде жүргенімде біраз уақыт өткен. Мен ойлағандай, Балжан күйеуін менсінбейді емес, қайта ақыл есін сыйлай ма деп қалдым. Үйге талай қонақтар келді, талай әңгіме ырду-дырду естідім. Солардың біреуінде де Балжан күйеуіне қарсы келген емес, сөзінде бөлмейді. Қайта жетпеген жер болса толықтырып, өз жөнімен, өз ретімен сұраққа жауап беріп отырады. Біздің ауылда талай жас келіншектер бар, бірақ олардың ешқайсы да Балжанға ұқсамайды. Балжанда бір артық мінез бар. Ол ашықтық. Ашық болғанда тым дарақ емес, біртүрлі биязылығы басым, жұғымды, жарасымды мінез. Әлгіндегідей кісі келгенде, үлкенімен де, кішісімен де ашық жарқын сөйлесе береді. Бір жағынан үй шаруасында құр тастамайды. Істеген ісінің бәрі жинақы, әрі тәп-таза. Бұл үйде дүние мүлік көп, ақ төсек, көк көрпелерді былай қойғанда, мұндағыдай көп кілемдерді көргенім осы. Бір рет Балжан жоқта өзінің таза жуылған көйлегімді іздеп жүріп, төр алдындағы шифонерді ашып қалғаным бар. Сондағы алуан түрлі киімнің көптігіне қайранмын. Тіпті әйел көйлегінің өзі қаншама. Бұл үйде Балжаннан басқа әйел жоқ. Көйлектер әрине соныкі. Қу шөберекті көл көсір қылып жинай беріп, не керек деймін? Оларды жинайтын әрине Балжан емес, Кәдірбай. Олай дейтінім, Балжанның жасанып киініп жүргенін көрген емеспін. Көбіне мен білетін қызыл алашыт көйлегін үстінен тастамайды. Мұнысы дүние қорлығы шығар деуге де тағы қимаймын. Балжандай қол ашық келіншекті кездестіру қиын. Әлі күнге дейін сұрамсақ көршілердің қолын қаққанын көргенім жоқ. Менің байқауымша, оның көңілі отбасының қызығына тояттамайды. Қайда бір ойын сауықты, жиынды жер болса, соған елеңдеп, бір орында байыз тауып отыруы қиын. Бірақ ойын сауықты көбінесе жастар жасайды. Ал Кәдірбай секілді кекселер оған шақырылмайды. Жалғыз өзінің баруы Балжанға да ыңғайсыз. Ондайда жеңгемдің мұңайып жүргенін байқаймын. Кей күні бойы сарғайып отыра бергеннен, зеріккеннен болуы керек. Мен сабақтан келгенде, «Мырза жігіт, жүрші, аздап доп ойнайық» дейтін. Мен жеңеше десем де, ол маған осындай ат қойғанды. Аулаға шығып доп ойнаймыз. Жақын маңда тұратын жас жігіттер, қыздар бізді көріп ойынға қосылады. Балжан олардың кейбірімен қатар, кейбірімен үлкен болғанмен, тең құрбысының ортасында жүргендей ашық жарқын ойнайды. Өзінің сыңғырлаған тәтті күлкісімен ол жігіттерді қатты еліктіруші еді. Биікте ұшып келе жатқан допты жұп-жұмыр денесімен серіппеше атып қаққанда көз тігіп жүрген жігіттер аузын ашып қалатын. Кейде ойынның қызығымен кеш батқанын байқамаймыз. Сондай жерде сереңдеп келе жатқан Кәдірбайды көрген бойда Балжан зып беріп үйге кіріп кетеді. Бірақ Кәдірбайдың көзі қысық болғанмен ондайды алыстан байқайды. Сол түні шам сөнгенге дейін ол қабақ ашпайтын. Алғашында баламын ғой, Кәдірбайдың Балжанды еркек атаулдан қызғанатынын білмеппін. Әйелін тіпті киноға да жалғыз жібермейтін. Жібере қалса міндетті түрде мені ілестіруші еді. Өз өмірі киноға бармайтын Кәдірбайдың қайдан білетініне қайранмын. Бізді тек тарихи соғыс киноларына ғана жібереді. Ал махаббат, сүйіспеншілік бар кинолардың маңайына жолатпайды. Бір күні сабақтан келсем, Балжан бұрышта теріс қарап отыр. Не болды десем айтпайды. Қоярда қоймастан бетін аштым. Бұл не сұмдық. Көзі білеудей болып іскен, бетінің бір-екі жерінде таңба тұр. Қаным қайнап кетті. Кәдірбайды іштей қанша жек көрсем де, дәл осындай қатыгез деп ойламаған едім. Жазығы жоқ адамды осынша жәбірлеуге бола ма? Балжан шіркін, абзалжан ғой. Мұңын ешкімге шақпады. Керек десеңіз, дақтаңбасы кеткенге дейін сыртқа шығып, көзге түскен жоқ. Үйдің ішкі шаруасын істеп, тым-тырыс жүре берді. Үйге келген жастау жігіттердің Балжанға жақындағасы келіп, әзіл қалжың айтып, төңіректеп жүргенін талай байқадым. Балжан ешқайсысына жылы қабақ бермейді. Кейде екпіндеп келе жатқандарын тез райдан қайтарады. Мұнысына менің ішім жылып қалады. Әлгі адам Балжанға енді жақындаса, ара түсі кеткім келеді. Оқу өзіме жаман тимеді. Техникум дегенің мектепке қарағанда оңайлау екен. Мұғалімдер тақақтап күнде сұрап жатпайды. Сұраса да баға қоймайды. Тек соңыра емтихан кезінде білетіндігін байқалса болғаны. Және көрінген сабақ жүрмейді.
негізгі пәндеріңді білсең жетіп жатыр. Көбіне машиналарды оқимыз, ал олардың көбі маған таныс. 2 жыл жұмыс істеген шағымда біразына көзім қанығып қалыпты. Қысқасы сабақты жақсы үлгеріммен оқыдым. Ойын қуып кететін бұрынғыдай балалық жоқ, тіпті көп қыдыруға зауқым да соқпайды. Көбінесе үйде отырып кітап оқимын. Оқитыным кілең ғашықтық жайлы әңгімелер. Оларды маған Балжан береді. Өзіне ұнағанын айтып қызықтырады. Ол екеуміз кейде таласып қаламыз. Балжан кітаптан оқығандарын ылғи өмірден, тұрмыстан байқап, сезгендерімен байланыстыра жатады. Мен ондайда аузымды ашып тыңдап қаламын. Жақынырақ біліп, сырласқан сайын екеуміз бір-бірімізді жақсы көріп кеттік. Мен енді сабақтан үйге қайтқанша асығатын болдым. Балжан мені жұмысқа салмайды. Үйдің жар шаруасын өз істейді. Кісі үйінде жүрген балалардың көңілсіз әңгімелерін талай-талай естіп едім, ал Балжан маған біреудің баласы деп қараған емес. Ауылда жүргенде өмірі монша дегенді білмеуші едім. Анда-санда үйде шомылатынмын. Бұл үйге келгелі Балжан күйеуі моншаға барса болды, мені ілестіріп жібереді. Кәдірбайдың тыртиған арық денесін көру онша көңілді болмаса да, мен Балжанның айтқанын екетпеймін. Өйтпесем ол ренжіп қалатын сияқты көрінеді. Моншада Кәдірбай көбінесе арқасын маған ұстады. Онысы жаман. Қайтейін, амалсыз көнем. Қашқанмен қайда барасың? Бұған дейін мен ешқайда жұмсамайтын Балжан бір күні ойда жоқта: «Мырза жігіт, жүр екеуміз өзен сыртынан отын алып келейік», деді. Қазір ме? Барайық деппін. Өзен жағасына келдік. Балжан күндізден бір балшының қайығын дайындап қойған екен. Балжанды отырғызып, ескекте өзім алдым. Іленің ағысы қатты болатын. Қайығымыз жеңіл екен. Сонда да ағысқа қарай тік салу онша оңайға түспеді. Бірақ намысымды бермей, барымды салып келемін. Сірә тіріліп кеткен болуым керек. Балжан бір-екі рет күліп: «Кел, кезектесіп есейік» десе, бергем жоқ. Балжан: «Бәсе, жігіт адам сөйтеді» деп қойды. Жігіт деп атағанына дардай болып, ескекті онан әрмен шықына тартамын. Тер одан да, бұдан да сұрғалады. Бәрібір ескекті бермейтінімді біліп, Балжан менің қиналған түріме қарағысы келмегендей қырын қарап отырды. Өзеннің ар қабағында бір кезде сексеуіл үйілген екен. Орында уақ томарлар әр жерде шашылып жатыр. Біз соны тердік. Әнем не дегенше қайығымыз толып қалды. Балжанның ал енді осыда жетер дегеніне қарамай, мен тағы да бір құшақ томар әкелемін деп жар асып кеттім. Білегіме буып, бір құшақ томарды мықшия көтеріп келсем, Балжан шешініп суға түсіп жатыр екен. Мен ұялғанымнан әкелген томарымды тастай қашпақшы едім. Балжан: «Мырза жігіт, ыстықтасаң суға түсіп ал» деп айғайлады. Мен өзеннің басқа бір иініне барып шомылмақшы едім. Менен ұялмай-ақ қой деп жымиды да өзеннің ортасына қарай малти жөнелді. Апыл-ғыпыл шешініп, мен де суға қарай кеттім. Ыстықтап келіп, суға түскеннен артық рахат бар ма? Бір-екі рет ұзақ сүңгіп, Балжанның соңынан құлаштай ұрып жүзіп келемін. Мен жақындағанда Балжан кері қайтты. Осы арада өнерімді бір көрсеткім келіп, ауаны кеудеме толтыра жұтып алдым да сүңгіп кеттім. Су бетінде жүзіп келе жатқан Балжан менің қалай қарай бет алғанымды байқаған жоқ, ал мен тура соның өзіне қарай сүңгіген болатынмын. Су бетіне шықсам Балжан жоқ, сірә мен іздеп жүрген болуы керек. Мұнысын ойнағысы келгенге жорып, менің де оны су астынан қармағым келді. Бір кезде екеуміз соқтығысып қалдық та су бетіне шықтық. Балжан қою шашын кейін қарай сілкіп тастап, ұсақ тістерін көрсете күлді. «Тү, қатты шошыттың ғой». Әлгінде мен оның иығынан ұстай алған болатынмын. Бұрын көйлегінің ішінен жөнді байқалмайды екен. Иығы жұп-жұмыр және тығыз көрінді. Неге екені белгісіз, сол иықтан тағы бір ұстағым келді. «Кел, жала ойнайық» дедім. Мен оған сен деп сөйлейтінмін. Жағаға жеткенше ойнасақ ойнайық деді. Мен қаштым, ол қуды. Мен әрі сүңгігіш, әрі жүзгіш атанып жүргенмін. Балжанға жеткізе қоймадым. Кішкене шаршағандап, қайтадан өзен ортасына қарай жүзіп едім. Балжан: «Жағаға» деп айғайлады. Ал мен не болса да өзенге жақындағым келді. Сүңгіп барып әдейі жанынан шықтым. Ол маған қолын тигізіп
Сақылдай күлді де қайта сүңгіп кетті. Бірақ мен алысқа ұзамадым. Іле қолымды созып едім, аяғының ұшына тиді. Оған да қанағаттанбай, суды қатты-қатты серпіп жіберіп, жақындап келдім де белінен құшақтай алдым. Ол бұлқынып кетті. Екеуміз де бетке шықтық. Су астындағы ойынымыз осымен бітті. Ай, ұрсатын шығарақ деп едім, өйтпейді. Қайта әлі ойнағысы келгендей, ал қашпайсың ба? Деді. Мен сүлесоқтау сүңгіп кеттім. Балжан маған оп-оңай жетіп келіп бір-екі рет шымшып қалды. Алғашқыда ыңқ деп едім, артынша әлгіндей құшақтай алған қылығым есіме түсіп, үн шығарғам жоқ. Екеуміз де кісі боларлықтай жерге келіп тоқтадық. Балжан теріс қарап тұрып, шашының суын шықты. Мен ренжітіп алдым ба деп, Балжан жаққа қарай бердім. Ол әлі үн қатқан жоқ. Бір кезде маған бұрылды да: «Неғып тұрсың? Кейін», деді. Ұрысқаны ма, жай айтқаны ма, айыру қиын еді. Мен суды шылпылдатып жағаға қарай аяңдап бара жатыр едім. Әлгіндегідей ойнағаныңның алды-арты осы болсын, деді. Бірақ бұл сөзін теріс қарап тұрып айтты. Жол бойы ешқайсымыз тіл қатыспадық. Қайықты тағы да мен естім. Төменге қарай ағыспен жүру оңайланды. Жағаға соғылмайым деп артыма жиі қараймын. Сонда да көзім Балжанда. Ол қырын қарап отыр. Сұқ саусағымен суды сызып, біртүрлі ойланған қалыппен өзен бетінен көз алмай келеді. Үйге келгеннен кейін бірер күн жөнді жауап қатыспай жүрдік. Бірақ бұл оңашада. Бір қызығы Кәдірбай барда, Балжан бәз-баяғы мінезіне салып, менімен ашық жарқын сөйлесе береді. Емтихан аяқталды. Сабақтарды 4-5-ке өткізгім. Әуелгіде орташа оқып, соңынан жақсы көріп кеткенімді мұғалімім Балжанға мақтап айтыпты. Содан кейін Балжан Кәдірбайдың көзінше мені 1-2 рет көтермелеп қойды. Кәдірбай сол күні оңашада: «Бала, сен маған ұнап жүрсің», деді. «Осы бетінен аумасаң, оқуыңды ойдағыдай бітіретін түрің бар. Ал онан кейінгісін маған жібер. Өз қолыммен бір мықты жерге орналастырамын». Мен Кәдірбаймен әңгімелесуді онша жақтырмайтынмын. Оның жылуы аз, сылбыр сөздері біртүрлі іш пыстырады. Және сөйлегенде жоғары ернін көбірек ашып, 2-3 алтын тісін әдейі көрсеткісі келеді. Әрдайым маған жағымсыз көрініп жүрген адамның әлгі сөзі бұл жолы мені қуантып жіберді. «Менің сенен бір тілегім бар», деді ол тағыдан аздап ойланып. «Байқап жүрмін, Балжан сені жақсы көреді. Сен де бір ауыз қарсы сөз айтпайсың. Екеуің сырлас шығасыңдар. Сен маған шыныңды айт. Балжанның сезікті жүрісі жоқ па?» Мен аң-таң болдым. Сезікті жүрісі қалай? Әуелгі сөзі бір мықты жерге орналастырам дегені жайлы емес пе еді? Үндемей қалуымның себебін сезді білем. Әрине, саған сездірмеуі де мүмкін, деп күрсініп қойды. Ол орнынан тұрып кетті де саусағын сытырлатып әрлі-берлі біраз жүрді. «Бала, былай», деді ол әлден кейін. «Ертең мен 5 күнге командировкаға жүремін. Ауылыңды, шешеңді сағынған шығарсың. Сонда да мен келгенше осында жүре тұр. Балжанды жалғыз тастамайық. Қайтып келген соң өзім самолетке отырғызып жіберемін». Мен бұған келістім. Бір жағынан сенім артып тұрғанына көтеріліп қалдым. Ал соңғы сұрайтыным, бұл екеуміздің арамызда сыр болсын. Балжанға да, басқаға да тіс жарма. Сезікті бірдемені білсең, өзіме ғана айт, деді ол. Осыдан кейін үй іші біртүрлі суық тартып кетті. Уызай үйіп тұрған семья тыныштығы астан-кестен болу алдында сияқтанды. Кәдірбай кетті. Мен енді шынымен ақ Балжанның жүрген тұрған ізін аңдитын болдым. Бір жағынан оған іштей өкпем бар. Әнеу күні ойнымды көтере алмай, алды-арты осы болсын деп зілді тастауы көкейімнен кетер емес. Балжан қия басқан жоқ. Менің аңду үшін қалғанымды білеме деймін. Осы бір көзге шыққан сүйілдей немеден ақ көрдім-ау көресін деп жүрме қайдам. Ал мен оны күні бойы күзетудемін. Қора жаққа ұзағырақ жүріп қалса, ізінше жетіп барамын. Жай шаруасын істеп жүрген ол маған көзінің астымен қарайды да жымиып күледі. Оған қысылатын мен емес. Қайтсем де қылмысының үстінен түсуге асықпын. Түс қайта құдықтағы суға кетіп еді, кешіккен соң үйдің сыртына шықтым. Балжан құдық басында бір әйелмен әңгемелесіп тұр екен. Мені көрді де шелегін көтеріп үйге қарай бұрылды. Мен өзімше басқа жаққа қараған болып тұр едім. Ол тұсымнан өте беріп: «Мырза жігіт-ау, үйді айналып шықпай қалғаның не? Бір мезгіл көңіліңді көтермейсің бе?» деді.
Бұл сөзінен секем алып қалдым. Менен қысылып жүрген ашық білдірген сықылды. Осыған орай мен үйден шықпауға серт бердім. Жидеден шаптырылған кішкене домбырамды алып, үйдің көлеңкесінде өзім білетін бір-екі күйдің бастырмаласын шертіп отырдым. Балжан жаныма келіп үнсіз отырды. Мен де барымды төгіп зарлатып отырмын. Күй аяқталған соң Балжан: «Күйлер неге қайғылы?» деп сұрады. «Көңілділер де бар» деп келіншекті орындап бердім. Бұрынғы уақытта адамның қуанышынан қайғысы көп болған ғой. Күйлер соны шертетін шығар. Қазір заман басқа. Сөйткенмен бір адамның бақыты, бір адамның бақытсыз өмір сүретіні несі? Мен не деп жауап берерімді білмедім. Таңертең самаурынға салатын сексеуілді жарып бола беріп едім, қора жақтан Балжанның: «Мырза жігіт, бері кел, мына бір бөшкені қозғалта алмай жатырмын» деген дауыс естілді. Маған дәл қазір бөшке түгілі таудың тасын көтеру бұйым сияқты емес. Балжан күз басынан 2 бөшкеге помидор, қияр, капуста салып тұздап қойғанды. Олардың қызығын қыстай мен көріп шықтым. Қазір жаз ортасы, бір бөшкені босатқанымыз, ал орталанып қалған мына біреуінің дәмі бұзыла бастағандықтан Балжан оны жуып тазалап алмақшы екен. Іші тастай қараңғы, терең погребке мен түстім. Балжан қолына арқан ұстап сыртта тұр. 2 тақтайды көлбей қойдым да бөшкені соның үстінен сыртқа қарай домалатып шығармақ болдым. Ауыр екен. Қараңғыда терлеп тепшіп жүріп, орнынан әрең жылжыттым. Бір ойым, осы орында тұрғанда ішін неге босатып алмаған? Әлде мені сынағысы келді ме? Балжан бір-екі рет: «Неғып байланып қалдың? Болсаңшы, мырза жігіт-ау», деп дауыстап қойды. Болсаңшы деуінің оңайын-ай. Соңы не керек? Мен бөшкені шығардым. «Өзің нағыз еркек екенсің ғой», деді Балжан. Бұл ойын сөз емес, шын екенін сездім. Өйткені жүрдім бардым айтқан жоқ. Бет жүзіме ұзағырақ қарап тұрып қалды. Дене бітімме де зер салып қалған сияқты. «Қалай тез өскенсің? Мен иығыңнан-ақ келеді екем», деді тұсымнан өте беріп. Оның бұл сөздері қызығу ма, қызғану ма, әйтеуір бірдеңені білетін еді. Қалай болғанда да мен өзімше өсіп қалдым. Көлеңкеде сүйеулі тұрған домбырамды алдым да қоңыр салқын үйге кірдім. Төрдегі шарайна алдына барып, тұңғыш рет өзімнің түр тұлғама көз тоқтатып қарағым келді. Бой жағынан ешкімнен кем емеспін, оны күнде сезіп жүрмін. Ал бет ажарыма шын айтқанда көңілім толмайды. Менің түсінгенімде жігіт адам ер тұлғалы, сұлу өңді болу керек. Өйткені әңгіме, жырда қыздар сондай адамға ғана ғашық болады. Ал менше, маңдайым жазық, қасым қою болғанмен, мұрным добалдай, аузымда жайын ауызға жақындаума деймін. Айналдында Балжанның жақында түскен суреті тұратын. Мен неге екенін білмеймін. Өзімнің кескініммен Балжанның суреттегі кескінін бір сәт салыстырып көрдім. Балжан суретте әдемі түсіпті. Ал өмірде соншалықты сұлу да емес. Көзі жайнаңдаған ақсары келіншек. Ең жағы еріндері үшкір болғанмен, мұрны дәл қайықтау. Бет дөңі де дөңгелек. Бірақ осы түр сипатында бір тартымдылық бар. Сөйлесе кеткен адамның іші бауыры елжіреп қоя беретіндей. Оның үстіне әнеугүні суға шомылғандағы алған әсерімен әлі арыла алмай жүрмін. Үй ішінде киіп жүретін қызыл алашыт көйлегі өзіне ғана жарасса да, оның нағыз денесін, жұмыр иығын жасыратыны жаман-ақ. Мен Балжанның бөлмеге қалай кіргенін байқамай қалыппын. Ол менің жерке тұсымнан келіп айнаға қабаттаса қарады. Жұмыс істеп жүргендіктен бе, әлде сықтаған ба, бет жүзі алабұртып жүр. «Жігіт болғаныңның белгісі-ау, айналдынан шықпай тұрғаның», деді ол. «Дауыстасам түк естімейсің ғой». Кешке дейін Балжанның сырттағы шаруаларына қолғабыс еттім. Бұрын шөп басын сындырмайтын жеңгемнің мені осыншама көп жұмсағанына қайранмын. Бірақ онымен бірге жұмыс істеу рахат. Адам өзін бір түрлі көтеріңкі, жеңіл сезінеді. Жұмыстан қанша қалжырап шаршасақ та көпке дейін жатқан жоқпыз. Киноға барғымыз келіп еді, бүгін болмай шықты. Балжан әзірлеген кеспені тойғанша ішіп алдық та кітап оқуға отырдық. Лермонтовтың «Маскарадын» мен дауыстап оқыдым, Балжан тыңдады. Өзі шілтер оқып отырса да, бар зейінін салып үйіп қалыпты. Анда-санда күрсініп қояды. Мен де барымды салып даусымды мың құбылтып тез-ақ оқып шықтым.
Содан кейін екеуміз біраз үнсіз отырдық. Бәріне келінәлі қу қызғаншақтық қой, деді бір кезде Балжан күрсініп. Ерлі зайыпты адамдардың бір-біріне сенбейтіні несі екен? Оның даусы дірілдеп кетті. Тоқып отырған шілтерін қоя салып ауыр күрсініп алды. Ыстық демі менің бетімді шарпып өткендей болды. Шынында да мен түктің мәнісін білмейді екем. Осы бір сырт қарағанда жым-жырт сияқты көрінетін оңаша үй ішінде де іштей тартыс арбасып жүріп жатқанын қалайша аңғарамағанмын. Балжан орнынан тұрып кетті. Төсек салу қамында жүр. Байқаймын жүріс-тұрысы тым баяу, тұла бойын мұңлы бір күй билеп алған сияқты. Мен қалайда оның ойын сергітіп, көңілін көтерсем деймін. Бірақ осындайда ойнақы сөз тауып айта алмайтының жаман. Мен ауызғы үйде жатырмын, Балжан төргүйде. Көпке дейін көзім білінбей қойды. Басымды әртүрлі ойлар шарпып, терезеден қараған ай сәулесінен көзімді алмай ұзақ жаттым. Мені қинайтыны Балжанның өңірі. Жаңа ғана көктеп келе жатқанда әке-шешесі дүние салып, өзінен мүшел жас үлкен біреуге қосып салыпты. Бұлқынғанда бой бермеген. Осы біздің қыздардың ынжықтығы қашан арылар екен деймін ыза болып. Әуелгіде сүймеген адамына барғысы келмейді. Біраз қарсыласады. Ақырында әке-шешесінің айтқанын аттап шыға алмайды. Өллахи, ауылдағы қыздардың біраз сондай. Тіпті сүйген адамына әке-шешесінің ұлықсатымен ғана баратындар кездеседі. Өскен яңды, өсірген ата-анаңды сыйлаған жақсы ғой. Бірақ әке-шешенің бәрі бірдей қызының көңіл күйімен санасама. Ал Балжанға не жоқ. Жас кезінде есі кетті, еті тірі қыз болған. Bir жолы ол Кәдірбайға неге шықтың дегенімде өткендегі өмірін есіне түсірді. Балжан кемпір шалдың кенжесі екен. Оның екі бірдей ағасы соғыстан оралмапты. Соғыс жылдарында үйелмелі-сүйелмелі болып қалған бір үйлі жанға майданнан ерте қайтқан Кәдірбай көп көмек беріпті. Ол басынан Балжанның ағаларымен бірге өскен, жора жолдас екен. Басқа жақын туысы жоқ Кәдірбай бар тараптан өзінің тапқан таянғанын осы үйден аямаса керек. Оның үстіне Балжанның әкесі аурулы болыпты. Шешесі соған қайрайлап сырттағы жұмысқа шыға алмапты. Ауру шал дүние салған соң жалғыз қызмен қалған кемпірді Кәдірбай қолына алыпты. Қыз орта мектепте бітірісімен ақ шешесі қоймай жүріп, ақырында Кәдірбайға қосып тынған. Арманы немере сүю екен. Бірақ оған жете алмай дүние салыпты. Мен Балжанды аяймын. Бейшараны тағдырдың осынша тәлге кеткенінен, егер оқса, еңбек етсе, әйел болар еді. Керемет әйел. Ал қазірше ертеңнен кешке дейін өнбейтін үй шаруасынан босамайды. Көңіліндегі қайғысын бүркегісі келеді. Көзім ілініп кетті. Сырттан шабалана үрген иттің даусына ояндым. Әлде біреудің кесек лақтырып итті қуғаны естіліп жатты. Содан соң біраз тынышталды да сыртқы есіктің сықырлаған естілді. Мен бұл кім деп дауыстай жаздадым да не болса да соңын күттім. Ай әлде қашан ауып кеткен. Үй іші қап-қараңғы. Аяғы жағымнан сереңдей басып біреу өтті. Бір сәт кімде болса шалып қалып етпетінен түсіргім келді. Бірақ Балжанның бағанағы адалмын деген сөздері есіме түсіп, өз көзіммен бір сынауға бекіндім. Әлгі адам түпкі үйге қарай өте бергенде бірдеңеге сүрініп жығылды. Бұл үйде кішкене орындықтар көп болатын. Іле Балжанның сықылықтап күлгені естілді. Оның күлкісі менің жүрегімді шымылдап жатты. Орнымнан ұшып тұрдым да түпкі үйдің есігінің қасына келіп тұрдым. Бір есептен мына жігіттің мені адам ғұрлы көрмей басынуын-ай деп ызалымын. Егер Балжанмен бұрыннан уәдесі болып, мені алдап жүрсе, екеуінің де абыройын төгуге бел байладым. Бірақ қараңғыда ештеңе көре қоймадым. Байқаймын, әлгі адам сипалап төсекті іздеп жүр. Осы кезде Балжан түпкі үйдің шамын жағып берді. Өзі көйлегін киіп алыпты. Түсі суық. Неге келдің? Дейді қатуланып. Жігітті енді таныдым. Техникумға жаңа келген Бекен деген жас мұғалім. Бізге машина жүргізуден сабақ берген. Өзі соңғы кездері маған жылы шырап жүруші еді. Осындай ойы бар екен ғой. Бәрібір ойымнан кетер емессің. Жатсам ұйқым келмеді, дейді Бекен сыбырлап. Әй қайдам, сен бүгін жатпағанда шығарсың. Рас, аздап іштім. Сенің күйігіңе шыдай алмай кеттім. Бекеннің даусы дірілдегендей болды. Ақырын, мырза жігіт оянып кетеді, деді Балжан. Мырза жігітің кім?
Ертай ма? Ол өзіміздің бала ғой. Осы арада кіріп барып жағаласа түскім келді. Ол мені неге бала дейді, неге бала сынады, бірақ өзімді өзім ұстадым. Не дегенмен мұғалімім ғой деп ертеңгі ұятты ойладым. Бекен Балжанға жақындай түсті. Біреу қуып келе жатқандай қызуланып, асығып сөйлейді. Сен Кәдірбайдан қолыңды үз, не тіршілік бұл? Тегің ба сол? Ойлан, Балжан, әлі кеш емес. Сонда не қыл дейсің маған? Балжанның даусы бағанағыдай емес бәсең шықты. Тағдырына мойынсұнып қалған сияқты. Алдымен ажырас, содан кейінгісін көре жатармыз. Осы жазда мен үйге барып келемін, әке-шешемен ақылдасамын. Сонан соң сен аламын. Үй ішің көне ме? Өләхи аламын. Сен осы сөзіме ант бермей-ақ қой. Ал осы сөзді айту үшін түн ортасында арақ ішу керек болды ма? Кешір жаным, шыдай алмадым. Күндіз адамша сөйлесуге болмады ма? Ел көзі бар ғой. Әй жігіттер-ай, не деген адамсыңдар? Қалайша жалған сөйлейсіңдер? Қыздар байғұс сендерді сөздеріңе сенеді-ау. Ал сен осы сөздеріңмен қанша қыздың басын шармадың, а? Бекен аң-таң. Не деп тұрсың, Балжан? Деді ол үрейленген үнмен. Түсінбей-ақ қалдың ба? Шық үйден. Бекен Балжанның суық түсінен шошынғандай есік жаққа шегіншектей берді. Мен де өз-өзіме сенбей тұрмын. Шыны керек, әншейінде ұяң, биязы көрінетін Балжаннан осындай оқыс мінез шығады-ау деп ойламаппын. Ау, мынау сиресем болды. Бекен жаман састы, мәудеге шамасы келмей шығып кетті. Балжан сыртқы есіктің ілгішін салып келе жатып, жатуға ыңғайланғанда мені көріп қалды. Сен де ояу едің, деді ол. Төпкейден түсіп тұрған электр сәулесі Балжанның қызыл жүгірген бет жүзін анық көрсетті. Ояу едім. Рахмет, Балжан. Неменеге рахмет? Бәріне, адалдығыңа, әлгінде айтқан сөзіңе, менің қатты толқып тұрғанымды сезіп, жай жымиды да төпкейге еніп кетті. Жарық сөнді. Көпке дейін Балжанның кереуеті сықырлап ұйықтай алмағаны естіліп тұрды. Мен де ойға шомып жатырмын. Кәдірбай 5 күн емес, 4 күнде оралды. Қабағы қатыңқы, ешқайсымызбен амандасқан да жоқ. Сірә бір бәлені сезіп келген болу керек. Жайдайыры бейғам отырмын. Балжанға суық көзімен қарады да маған. Бала, жүрмеймісің? Деді. Мен киініп сыртқа беттедім. Үй іші тым-тырыс. Кәдірбай ауыз үйге дейін шығарып салып, жолдық ақша ұсынды да ішке қайта кірді. Мен әлденеден сезіктеніп, сол орнымда тұрып қалдым. Әлгінде қатты жабылған есіктің ар жағынан дүрсеткен дыбыс естілді. Құлақ тіктім. Сыңсып жылаған үн естілді. Шыдай алмадым. Есікті ашып жібердім. Өмірімде мұндай шошымаспын. Кәдірбай Балжанды шашынан ұстап, еденге жығып салып тепкілеп жатыр. Ышқына ұмтылдым. Кәдірбай ештеңеге қарар емес. Ыңқ тебеді. Бардым да жағасынан ұстай алдым. Қатты тартып қалдым. Кәдірбай сұрайғаны болмаса, сусыз болып, тамырлары үзілгелі тұрған терекше жалп ете түсті. Зәресі ұшып көзі атыздай болған Балжанды жерден көтеріп алдым. Балжан қолымды кейін серпіп, басы солға оңбай соғылған күйеуіне жаны ашығандай ұмтыла берді. Сол кезде Кәдірбай да арт жағымнан келіп қалған екен. Қолына ілінген жез шылапшысымен жіберіп ұрды. Мен бұғып қалдым. Шылапшын басымнан асып, қабырғаны соқты. Асықтай атылып, жағасынан ала түстім де алып ұрдым. Тіземді кеудесіне қатты батырып жіберсем керек, Кәдірбайдың көзінен жас тығылып қалған екен. Аяп кеттім. Оның үстіне Балжанда шіргөбелек айналып, қой Ертай, бұл не месқара, қой деймін деп жеңімнен тартқылай берді. Мен Кәдірбайды босаттым. Ол орнынан пысылдап әрең көтерілді. Әй әкеңнің қап сені ме? Дәп сенің түбіңе жетер мынау. Анық шұбар жылан үйімде жатыр екенсің ғой. Құрт қазірден қараңды. Ау, кетесің бе жоқ па? Ол тақтайды тепкілеп тұр. Бірақ батып қол жұмсаған жоқ. Мен тағы да кеуделеп алға ұмтылып едім. Балжан ара түсіп, болды Ертай, жолыңнан қалма, деді өксіп-өксіп. Сол сөзге тоқталдым да үн-түнсіз шығып кеттім. Балжан көрген көп зәбірдің есесін түгел қайтарғандай былайшаға көңілденейін дедім. Балжан алдында бір борыштан құтылғандаймын. Әдетте төбелескен адам ашуың жүреді ғой. Ал мен сол жолы аэропортқа жеткенше ысқырып әндетумен болдым. Өзімнің туған ауылым, қандай сағындым десеңші. Үйге жеттім.
Апамның ақылы бойынша ең алдымен ауылдың ақсақалдарына барып сәлем бердім. 2-3 күн ауылды аралап, жүрек сағынышын басқан соң үйге келіп шаруаға кірістім. Қамыстан қаланған сиыр қораның төбесі ашық болатын. Қысты күні жас бұзауды үйге кіргізіп алатынбыз. Соның төбесін жауыптым. Ауылға келгелі шаруа қызығымен уақыттың қалай өткенін білмей қалдым. Мен жүруге бел будым. Әуелде апамның жібергісі келмеді. Әлі жартай бар, сонша неге асықтың, деді апам. Аудан орталығына келген соң директорға жолығып, жатқан үйімде жағдай болмады, жатақханаға орналастырыңыз деп едім. Тілегімді орындады. Артынша Балжанның Кәдірбайдан кетіп қалғанын естідім. Я қуанарымды, я ренжірімді білмедім. Не де болса өзін тауып алып, бет-бе-бет сөйлескім келді. 7 жасар қызымен ғана тұратын жалғызбасты келіншектің үйінде екен Балжан. Бұған дейін бұл үймен араластығы жоқ еді. Өйткені сырт естуімізше сатушы болып істейтін бұл келіншектің келімді кетімді кісісі көп. Кәдірбай Балжанды ол үйге жібермейтін. Балжан жалғыз өзі шілтер тоғып отыр екен. Мені көріп қуанып кетті. Ақшыл өңі бозарып, тана көзінің нұры семіп, жүдеу көңілмен отырғандығы көрініп тұр. Көңілінің қаяу екенін сездіргісі келмей, неге ерте қайтқанымды, ауылдың амандығын сұрастырып жатыр. Балжан әсіресе апамды жақсы көретін. Шіркін, әркімнің осындай алтын шешесі болса ғой деп армандайтын. Ол өзінің марқұм шешесін киім кигізіп тамақ берген үшін ғана аузына алушы еді. Әйтпесе өзін тұрмыс тапшылығы үшін шыдай алмай бергендігі үшін, тең емес біреуге қосқандығы үшін қатты қамығатын. Мен оның өз жағдайын сұрадым. Түнеу күнгі жанжалға себеп болған Бекен екен. Әркімнің сыбыр-күбір сөзін естіп, өз әйелі туралы өсектен құлағы сасып жүрген Кәдірбай командировкадан қайтып келе жатса, машинадан түскен бойы асхана алдында Бекенмен ұшырасып қалыпты. Жазғы демалысына шығып, енді еліне қайтқалы жүрген, ақаңа әбден тойып алған Бекен Кәдірбайды көре салып, ішіндегі дертін ақтарса керек. Тамам жұрттың көзінше Балжан бәрібір менікі депті. Кәдірбайдың жауар бұлттай түнеріп келген себебі сол екен. Жанжалға мен араласқаннан кейін Кәдірбай тіпті құтырып кетсе керек. Балжан қанша ақталамын десе де сенбей соққыға жығыпты. Балжан бұл қорлыққа шыдағанша қаңғып кеткенімнің өз артық деп Кәдірбайдан безіп шығыпты. Бірақ қайда барады, кімді паналайды? Ол көзге көрінбей жылап сықтап біраз жүрді де осы сатушы келіншектің үйіне келген. Енді Балжанның бірақ шарасы қалыпты. Өзбекстанға аталас жамағайындарына барады екен. Соларға хат жазып барудың жағдайын сұрастырса, ондағылар дереу жауап жазып, келсе құсақ жая қарсы алатынын хабарлайды. Тіпті қажет болса, ер азаматының бірін жіберіп көшіріп алмақшы. Бірақ Балжан алыс жерге хат жазуын жазса да, артынан тағы ойланып қалады. Күйеуінен ажырасқан жалғыз мен бе? Елден жұрттан безіп қайда барам? Осында өз күнімді өзім көріп жүре берейін. Денім сау, көзім ашық, екі қолға бір жұмыс табылмай ма деп тоқып отырған көрінеді. Қаңыраған иесіз үйге қайта-қайта барудан көңілі құлазған ба, әлде ашуы басылған соң Балжаннан артық адам таба алмасын білді ме? Кәдірбай аздан соң ақ алдына жығылыпты. Жаздым, жаңылдым, бір ақымақтың өзіне сеніп, сөзіне сеніп, мені кешір деп жалбарынса да Балжан селк етпеген. Онсыз да өткен өміріне өкініп, көңілі жарым болып жүрген ол енді мынадай күйкі тірлікке көнгісі келмепті. Кәдірбай араға адам салып, мазасын алып жатқан көрінеді. Бірақ қарайлайтын, аяғына тұсау болатын ештеңесі жоқ Балжан сертін нұқыстап отыр екен. Маған бір ой келді. Өзім жанымдай жақсы көретін Балжан мынау көзсіз көбелектей күйде жүр. Мен болсам дабдардай жігітпін. Кісі санап, бар сырын жайып салды. Қысылғанда берер көмегім қайсысы? Ерікке көнсе, бүгін ақ самолетке мінгізіп, үйге жеткізіп алар едім. Кәдірбайдан көп күбір-сыбыр сөзінен аулақ жүрер еді. Бірақ бұған Балжан көне ме? Ол көнсе де апам көне ме? Бір жағынан кейімін, басында бізге Кәдірбай емес, Балжан неге туысқан болмады деп. Оның ыңда жыңда жоқ бөлек үй құрап отырғаны, әпкесі мен інісінің бірге тұрғаны ерсімес қой. Ал енді қазір бөлек үй алып тұрайық деуге оқталып қоямын. Бірақ батылым жетпейді. Біріншіден, мен әлгі оқушымын. Екіншіден, ел ішінің өсегі қандай, жеңгесін ағасынан бөліп шығып, оңаша отырғанын қара деп талай ақ бетіме басарау. Әрі толғанып, бері толғанып,
Балжанға ақыл салдым. Мен биылша жатақханаға шығайын. Сен бөлек үй алып, оңаша үйде тұра бер. Техникумды бітіргенше бірдеңе ойлап табармыз. Осыдан жұмыс істе, Өзбекстанға кетем дегенді қой дедім. Ол әуелгіде жымиып қойды. Менің өзім сынып сөйлегеніме іші жылса да, қамқорсып отырғаныма күлкісі келді-ау деймін. Бір мезгілде тоқып отырған шілтерін қоя салды да, көзіне жас алды. Қолындағы бізі бір жерге түсіп кетті. Еңкейіп бетіне қарасам, ақсары өңі құлағына дейін қызарып кетіпті. Көзін көрсеткісі келмейді. Алақанмен басып алған. Бір күйіне менің де көңілім босады. Оң қолымның иығына қарай барып қалғанын білмеймін. Бір түрлі аймалағым келді. Қолым оның жұмыр иығына тиісімен-ақ алақанымды уылдап сала берді. Өн бойыма от таралып бара жатқан сияқты. Ес жоқ иығынан құшақтап өзіме тарттым. Балжан бауырыма кіріп барады. Маңдайы да от болып жанып тұр екен. Төсіме тиген сәтте тұла бойым өртеніп кеткендей болды. Иә, менің алғашқы махаббатым осылай оянды. Балжан ой қиялымды билеп алды. Жүрек оты басында қалай тұтанды. Балжан неге есіл дертімді алып қойды, білмеймін. Мүмкін бұл оның ауыр халіне деген аяныштан туған шығар. Гүлін енді жарып келе жатқан уыздай келіншекті қуарған томар секілді Кәдірбайға қимағаным шығар. Мен Балжанға үйленетін болдым. Уәделі күн екеуміз самолетке мініп ауылға тартып кетуге келістік. Балжан Кәдірбай әперген бар киімін жатқан үйіне тастап кетті. Бар пәлекет осы кебіммен бірге қалсын деді. Менің қалтамда апам берген ақша бар. Соған жеткенше Балжанға киім алдым. Қой дегеніне қарағам жоқ. Самолетпен 1 сағаттай ұшып келдік. Ауыл үстін шаңдатып тұр екен. Қиғылыңдап әрең қондық. Көп ұшып дағдыланбаған Балжан басым ауырды. Жүрегім лобыды деген соң түскен жерде біраз отырдық. Сол екі ортада жел күшейіп, бұрқырап шыққан шаң қоюлана түсті. Айналада екеумізден басқа жан қалмапты. Құмтөбенің астында Іле өзенінің жиегінде отырған Құйған атты ауылға дейін біраз жер. Балжанды қолтықтап алмақ едім, көнбеді. Біреу көрсе ұяттағы деп бөлек жүрді. Жүктерді көтеріп, мен оның алдына келемін. Бар ойым, апам қалай қарсы алар екен. Апам Балжанды жақсы көретін. Сыртынан Құдай тағала бейшараға бала бермей, бағын байлап жүр ғой. Әйтпесе, ол келініме кім жетсін деген талай естігем. Өзінің абысын ажындарына ертайымды жақсы жерге орналастырдым. Балжан сол үйдің ырысы ғой, жанын салып күтеді дейді баламды. Менің шырағыма да сондай маңдайы жарқын әйел кездессін, ол сүйгізсе деп арманын айтып отыратын түнеу күні құлағым шалған. Арманыңа жеттің енді, апатайым деймін іштей. Балжанға қарасам, қабағында кірбің бар, әлденеге абыржығаны білінеді. Менің қарағанымды байқап қалды ма, ықтиярсыздау езу тартқандай болды. Көзін шаңнан көлегейлеп төмен қарады. Бекерақ қобалжып келеді. Апам жақтырмайды деп ойлайтын шығар. Жоқ, менің апам ондай емес, айтқанымды орындайды. Еш уақытта бетімнен қақып көрген емес. Әлі-ақ көресің, Балжан, біздің бұл келісімізге қуанбаса ренжімейді. Сендей келіні болса, арман не апамның. Жел үдеп соғып, шаң аралас қиыршық құм қойын-қойыншымызға кіріп, құлағыма тынып қалды. Бірақ мен оған қарамайым. Тік басып кеудемді жерге тосамын. Халқұш шетіне кірдік. Көшеде жан жоқ. Үйге келсек, апам жоқ екен. Үй шашылып жатыр. Шымылдықта ұсталып алаша текеметте төселді. Көрпелерді текшелеп, көрнеу етіп жинаттым Балжанға. Үйіміздің іші жайнап сала берді. Енді апамның келуін тостық. Мен көрші-үйдің көшеде кетіп бара жатқан кішкене баласын шақырып алып, қолына кәмпит ұстаттым да, болған жағдайды қысқаша түсіндіріп, осыдан 2-3 шақырым жердегі сиыр фирмасына жібердім. Қалай көрінеді, солай сүйінші сұра дедім. Сүйіншіге мүмкін қозы жетелетер дедім. Қуанып кетіп шапқылай жөнелді. Түс ауа жел одан сайын үдеп, айнала аласапыран болып кетті. Біз апамды тағат таппай күтіп отырмыз. Бір кезде ат тұяғының дүрсі естілді. Апам қуанғаннан атқа міне сап шапқан екен ғой деп ойлап, үйден күтуге шыдамай жетпей есік алдына шықтым. Апам шынында да қуанышты екен. Мені көре сала көзі жасаурап құшақтап алды. Құлыным-ау, мұның не? Өстіпте аяқ астынан той жасатқызамыз ба? Кәне келінім қайда деді.
Үйдің босаға жағында басына ақ орамалды бүркеніп Балжан тұр. Ол иіліп сәлем берді. Апам онымен амандасып, «Жарығым-ау, сен де келіпсің ғой, кәне келінімді көрсетіңдерші», деп түпкі үйге қарай өтіп бара жатты. Балжанға қарасам, көзі жасаурап тұр. «Апа», дедім, «келініңіз мұнда». Апам қайсы дегендей бұрылып бұрыш-бұрышты көзімен тінтіп тұр. «Алдыңызда тұр ғой апау», деп Балжанды нұсқадым. Апам ойының ба шының ба дегендей маған бір, Балжанға қарады. «Міне, келініңіз осы», дедім, әл түсінбей тұрғанына күлкім келіп. «Сұмдық-ай, не дейсің?» деп апам сұп-сұры болып кетті. «Бүгіннен бастап Балжан осы үйдің келіні», дедім, даусымды нығыздап. Бір бәленің болғанын сезді білем. Апам қолын қоярға жер таппай, екі жанын сипалай берді. «Дендерің дұрыс па? Кәдірбай қайда?» «Екеуі ажырасып кеткен. Апам не пешке жақын тұрған орындыққа отыра кетті. Не дейсің, қумаңдай, біреудің ошағын бұзып, отын таптадым десең шоданда». Апамның айналасын әжім басқан көзінен тарам-тарам жас ағылды. Жаулығының ұшымен құрғатып қойса, жас одан әрмен сорғалайды. «Апау, мұның не? Балжандай келінім болса, арманым жоқ дегеніңіз қайда? Енді жылағаныңыз не?» Ыза мен көз жасына буылған апам «Ах!» деді де үйден шыға жөнелді. Бағанағы ма сырттағы құйын ұйтқып тұр екен. Есік ашылғанда шұбатылып кіріп бетке соқты. «Қайда барасың, апа?» деп артынан лесе шықпақшы едім. Балжан жеңімнен тартып қалды. «Ол да ағыл-тегіл. Осылай болатынын біліп едім-ау», деді ол жыламсырап. «Қайтер дейсің, басылар», дедім жұбатып. «Шында да бізде ойламаған жерден келіктік қой. Бірақ мен айтсам түсінеді апам. Ашуы келген шығар әйтпесе. Дегенмен менің де берекем қашты. Басында неге ойламадым екен осының барлығын? Әлде алдын ала хабар беру керек пе еді? Хат жазып бәрін түсіндіргенде қайтер еді? Бірақ мен апамның сөзімді жықпайтындығына сендім. Менен асып қайда барады?» дедім тәуекел етіп. Сонымен біз үйде отырмыз, не от жағылмады, не қазан асылмады. Апамды келер деп күттік. Ел орынға отыратын уақыт болды. Әлі келген жоқ. Не істерін білмей қамалдық та қалдық. Балжанда үн жоқ, бетін әрі-бері беріп отыр. Не ойлаған кім білсін. Адам мұндайда қарынның ашқанда ұмытып кетеді екен. Мен ыдыс қоятын столдың астынан көзіме іліккен бір-екі кітапты тауып алдым да, соның бетін ашып отырмын. Бірақ көзім жазуда болғанмен көңілім құла тұзды кезіп жүр. Енді мен де ойлаған едім, шынында да осы мақымақтық болған жоқ па? Бірер жылда қоя тұру керек педі. Балжан бірдеме білгендіктен қарсыласты ғой. Өр кеуделігіме салынып, айтқанымнан қайтпай қойған соң лажсыздан көнген екен ғой. Мейлі, боларыс болды, өкінгеннен пайда жоқ. Не де болса төзу керек. «Бері шығып кет». Апамның даусы естілді. Екеуміз ауызғы үйге шықтық. Апам түпкі бөлменің есігін қымтап жауып қойды. Мен ұйқымды әлі жөнді аша алмай отырмын. «Ал, жөніңді айтшы, бұл не сұмдықтарың?» деді апам, даусын қатқыл шығарып. «Сұмдық ештеңесі жоқ, апа», дедім есеңгіреп. «Кәдірбайдың ол тең емес екенін білесіз. Ал мен оны жақсы көрдім. Ол да мені. Сөйді деп айтуға шамамды келтірген жоқ. Өзіңмен болды ма, әлде ол басыңды бұрын айналдырды ма?» деп апам сөзімді бөлді. Апамның мұндай сөзге аузы барғанына ренжіп қалдым. «Басыңды айналдырды деген не сөз, апа? Оның ешқандай да сиқыры жоқ. Бәріне кінәлі өзім». Қарғадай басыммен қатынсырап не көрінді? Апамның даусы булығып шықты. Әлгі сөзден менің де денем тітіркеніп кетті. «Неге түсінбейсіз, апа? Мен оны сүйемін», дедім басқа сөз қалмағандай. «Құрып қалсын бүйтіп сүйгенің», деді апам қалш-қалш етіп. «Көрсетпе ондай салдақыны көзіме. Ойбай-ау, елдің бетіне не деп қараймын? Жәміштің жалғыз баласы біреудің үй ошағын ойрандап келіпті деген сөзге мені қалғызасың ба?» деді. «Алда жата қатын алғың келсе қыста болмаған ма?» Апам үсті-үстіне сөйлей берді. Мен бұрын осынша апамның ашуын көрген емеспін. Бұл үйде не ол тұрады? Мен тұрамын. Құрсын қарасын, құртсын. Бұған дейін босағамды ешкім ластамаған деп апам теріс қарап отырып алды. Мен әрі-бері айтқаныма көнбеді. Екеуміз де ентігіп барып тоқтастық. Ыза болғаным сонша жылағым келді. Бірақ көз жасымды көрсетпеуім керек. Бұрынғыдай бала емеспін, еркекпін. Бір үйдің бас иесі болғалы отырмын. Енді келіп жылағаным бола ма? Үйге жарық кірді. Таң ағарып келеді екен. Кешегі жел бір жақтан қалың бұлтты айдап келген ғой деймін. Терезеден қара қошқыл аспанның түйілген қабағы көрінеді.
Менен жөнді жауап ала алмаған соң апам орнынан тұрды. Ойлан, кешке дейін, деді бәсең үнмен. Әзірше ешкімге дабыра қылмайық. Кешегі балаға да аузыңды жап дедім. Үй іші құлақтанып қалған екен, әншейін ойнап айтқан ғой деп басып қойдым. Бірақ бұған әріге барма, жиесіңді балам. Мені де, өзіңді де қор етпе. Апам жұмысына кетіп қалды. Ауызғы үйде дел сал болып мен отырмын. Енді қайттым. Басыма бір ой кіріп, бір ой шығады. Балжанмен қол ұстасып, бетім ауған жаққа кетіп қалсам қайтеді деп те ойлаймын. Бірақ жалғыз шешімді қайта тастаймын. Менсіз оның тіршілігі бар ма? Бар көрген жақсылығым сен ғана деп отырғанда жер соқтырып кетуге арым қалай шыдайды? Басым меңзең болып түпкеге қайта кірдім. Балжан әлде қашан оянған екен деймін. Тізесін құшақтап отыр. Басын төмен тұқырып алған, жылағанға ұқсайды. Ничего, шыда дедім. Ашу мен аяныш қосылғанда сөздерің де бір түрлі шығады екен. Әлі-ақ үйренісіп кетесіңдер деймін. Балжанға шай қайнаттым. Байқаймын оған да маған да ас батпай отыр. Әлгінде көршілердің көзіне түсіп қалам ба деп қорқа-қорқа жүріп самаурын қайнатып еді. Өзім болып, біреуді әйелім сияқтандырып жұмсап, шай қайнаттырып, ішіп отырғанға да мәзін. Аздан кейін Балжан қоңырқай дауыспен сөз бастады. Біз бүйтіп өмір сүре алмаймыз, Ертай, деді. Шешеңді жылатпа, әр ойлап, бер ойлап, саубасыңа сақина салғым келмейді. Әрі 4-5 жас үлкенмін, әрі әйел атым бар. Ал сенің басың жас, әлден мына күйге түскен соң тауың шағылып қалады. Сырттан жаңбырдың сіркіреп жауған естілді. Енді қайт дейсің, дедім шыдай алмай. Рұқсат бер маған. Жаңбыр кенет саябырсып қалды. Қандай рұқсат? Бармайсың ешқайда да. Даусым өктемірек шықтау деймін. Балжан басылып қалды. Әйеліне күйеу қожа болды деген осы шығар деп қоям. Апамның сөзін әзірше тыңдама, кейін өзі басылады дедім. Орнынан тұрып, терезе алдына келсем, бағанағы бұлт батыс жаққа жөңкіле көшіп барады екен. Түске таман көшеге шықтым. Бетім ауған жаққа жүре беріппін. Кездескендер, тағы қайтып келдің бе? Оқуын басталмайтын беді деп сұрайды. Оларға, жай, шаруам болды, дей салдым. Ауыл совет кеңсесінің тұсына келдім. Ішіне кіріп некелесу жағдайын сұрасам қайтеді деп тұрдым да, қойш, әлі ерте шығар деп жүріп кеттім. Содан сандалып түс ауа үйге келсем, апам мен Балжан оңаша отыр. Тіпті бір дастарханның жиегінде шай ішіп отыр. Қуанғанымнан күліп жібердім. Мен жайласқаннан кейін апам сөз бастады. Біз бағанадан бері оңаша ақылдастық балам, деді. Сен бізге алаңдап оқуыңнан қалма. Бірақ жылың қалды, бітіріп шық. Арғысын көре жатармыз. Балжан біздің үйде жүре берсін. Күйеуіңнен ажырасқан соң келген ғой дейін жұртқа. Бірақ алдым деп сен аузынан шығарма. Тидім деп бұл айтпасын. Адамға абырой керек қарағым. Бүгін ертеңнен қалмай жүріп кет. Апама қарасам, ақ жарылып отырған сияқты. Түске дейін ойланып толғанып, ақыры менің бетімнен қайтпайтынымды сезіп, осыған тірелген ғой деймін. Балжанда үн жоқ, өңі әлі жабырқау қалпы. Кешеден бері қайғы сорған ғой деп жұбаттым өзімді. Жарайды апа, уәде болсын, бірақ Балжанды ренжітпеңіз дедім. Апан суық көзімен ата қарады. Ағаттық айтқан сөзім бе деймін. Есімді жидым. Мені апам да Балжан да шығарып салмады. Үйде қоштасқаннан кейін де есік алдында Балжан шығарма deyip біраз тұрдым. Ойым ел көзінен жасырып, тым болмаса бір сүйіп қоштасу. Бірақ ешкім шықпады. Бір түрлі алаңдаған көңілмен аттанып кете бардым. Соңғы курста практикалық сабақтар көбейді. Бұл класста отырып, кітапқа үңілгеннен көңілдірек болды. Аудиториямыз ашық аспан, айдала. Бір айналдыратын комбайн, трактор, түрлі тіркемелер, машиналар. Машиналарды өзіміз жүргіземіз, айдаймыз. Бұл уақытта үйшімді, әсіресе Балжанды ойламады деме. Әбден ойладым. Бірақ апамның бір ғана бізге алаң болма деген сөзі дертке дауа. Сөйтіп жүргенде төбемнен таспен ұрғандай хабар келді. Балжан үйден кетіп қалыпты. Сенер-сенбесімді білмей дал болдым. Хат жаздым, телеграмма жібердім. Жауап жоқ. Переговорға шықтым. Бір күннен соң рацияға апам келді. Ештеңе емес құлыным, алаң болма. Балжан жайын тапты деді. Арғысын тыңдай алмадым. Трубканы тастай бердім. Басым айналып бір орында алғаштай қатып қалыппын. Сол күн тамақ ташпедім, ұйқымда келмеді. Неде болса көзіммен көрейін деп директордан рұқсат сұрап едім, жібермеді. Енді аз күн қалғанда үйіңді сағынып барасың ба? Шыда деді. Шынымды айтуға болмайды, апам ауырып қалды деуге аузым баратын емес. Енді қайттым,
оқуымды тастап кетіп қалсам бекен. Не қыларымды білмей жүргенде хат келді Балжаннан. Балжан өз қолымен жазған хат. Дір-дір етіп әрең аштым. Бірлі жарым сөзін жіберіп алатындай. Жаным жақсы көретін ертайым. Қалай ғана қиып кетті. Опасыз екен. Алтын дегенім мыс па еді деп жүрген шығарсың. Қайтейін, бәрі рас. Жастықтың қызуымен соңға еріп едім. Алдымызда мынадай ор кездесті. Әйел жолы жіңішке, сен мені қанша бақытты етем деп басымды өрге сүйрегеніңмен ештеңе шықпайды. Кейін әттең-ай деп бармақ тістеп жүрсең, одан артық өкініш жоқ. Сен де тең құрбыңды тап. Апаң көпті көрген ақылды адам. Бәрін сол кісінің айтуымен істедім. Ал хош, қашан өлгенше жүрегімнің бір түкпірінде жүресің. Б деп қол қойыпты. Балжаннан көңілімнің қалғаны сонша, ол есіме түскенде өзімнен өзім ашуланатын болдым. Осынша аяға істетіп кеткеніне күйінемін. Әйел жол жіңішке, міне осы сөз ғой мені сорлататын. Мейлі, маған енді бәрібір. Қолымды бірақ сілтедім, сабағымды оқи бердім. Бірақ жүрегімді жаралаған дертке дауа жоқ екен. Лекцияда отырғанда кейде оқытушының айтқаны құлағыма кірмей, әртүрлі қиялға берілемін. Көшеде Балжанға ұқсас біреуді көрсем де, киноға, жиын тойға бара қалсам да, ол ойымнан кетпейді. Сөйтіп жүргенде апам келді. Туған шешем болса да, мені алдап, артынша Балжанды басқа жаққа жөнелткеніне қатты налдым. Ол да менің бетіме тура қалай алмай, көпке дейін сөздерімді қию кете бастады. Апам бір нәрседен шошып жүргенін айтты. Тамағынан ас өтпеуге айналыпты. Денем дір ете қалды. Ауруханаға апарып көрсетіп едім. Суық бірдеңені сезе қойдым. Өзі де білдімеу деймін. Ауылға қайтқанша ас болды. Қарағым, өлсем де ел ішінде болайын деді. Содан не керек? Апам көп ұзамай дүние салды. Ауыл ағайын түгел жиналып, арулап аттандырдық. Апа, мен қазір қабіріңнің басында отырмын. Баяғыда өзім үйген топырақ жермен жексен болып, үстін шөп басып кетіпті. Ол кезде 5-6 мола тұратын еді. Қазір қандай көбейген. Жағалай тас қорған күмбездер. 15 жыл ат ізін салмай кеттің деп дөңбекшіп жатқан боларсың. Қайтейін, қу тіршілік мойын бұрғызбады. Енді еш жиып ел қатарына қосылып келемін. Әйелім 3 балам. Міне алдыңызға келіп тәу етіп отырмыз. Әттең, не керек? Немерелеріңізді, келініңізді көре алмай кеттіңіз. Еркетендек ертайыңның адам болғанын көрсем деп арман етуші едіңіз. Арманыңыз орындалды. Баяғыда сіз мені әлі басың шикі не білесің дегенде намыстанып қызарақтап едім. Сөйтсем бәрі балалық екен ғой. Сіз мені еш уақытта ренжіткен жоқсыз. Бір жолы ғана Балжаннан айырып қатты өкпелеттіңіз. Сол Балжан қазір қайда екен? Бақытын тапты ма байғұс, жоқ па? Балжандай әйелдер шіркін, бақыт үшін жаралған ғой. Амал не? Қолымнан ештеңе келмеді. Бек Тоғысбаев, қайдасың Балжан?